Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен мергерсі негіздері пәнінің оқытушысы Қалманбаева Айгүл Құрметовна. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы бұлшық ішіне және көктамырға инъекция жасау техникасы. Практикалық сабағымыздың мақсаты кәсіби стандарттарға сәйкес қатаң түрде бұлшық және көктамырішілік инъекцияларды енгізу техникасын үйрету және оны одан әрі практикалық қызметте қолдану. Бағалау критерийлары: студент ұғымдарға анықтама бере алады. Кәсіптік стандарт, тамыр ішіне енгізу, анафилактикалық шок, гематома. Мақсатын, көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін, инъекция орындарын, ықтимал асқынуларды біледі, сонымен қатар қажетті құрал жабдықтарды дайындай алады. Науқаспен байланыс орнатып, инъекция жасай алады. Науқас пен медбикенің манипуляцияға дайындығы арасындағы байланысты, сонымен қатар әрекет алгоритмін көрсете алады. Талқылау барысында науқас пен медбикенің манипуляцияға дайындалуындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау, орындаудың қатаң реттілігін, маңыздылығын туралы қорытынды жасайды. Дескриптор: студент процедураны мақсатын және жабдықты дайындауды біле отырып, орналастыру техникасын, асептика мен антисептика ережелерін бұзудан туындауы мүмкін асқынулардың нақты сипаттамасын береді. Процедураға дайындықтың мәнін және көктамыр ішілік инъекцияны жүргізу техникасын анық байланыстырады. Процедураны орындау кезіндегі әрекеттер реттілігінің маңыздылығы туралы қорытынды жасайды. Науқаспен байланыс орнатады және стандарт бойынша көктамыр ішіне инъекция жасайды. Бұлшық инъекция жасау техникасы. Мақсаты: емдік, бұлшық ұлпасына дәрілік ерітіндіні енгізу. Көрсеткіші: дәрігердің тағайындауы. Қарсы көрсеткіші: бұлшық ұлпасының атрофиясы. Дәрі енгізілетін аймақтың терінің, тері майлы қабатының зақымдары, дәрілік аллергия. Дәрі егілетін орындар: бөксенің жоғарғы сыртқы квадранты, санның сыртқы ортаңғы бөлігі, иықтың жоғарғы сыртқы бөлігі. Қажетті заттар: стерилді 5-10 мл 1 рет қолданылатын шприц, ұзындығы 40-60 мм ине, мақта шариктері стерилді, қолғап, тағайындалған дәрілер, терлік антисептик, ККЖ, яғни қауіпсіз кәдеге жарату қорабы. Ескерту: санның немесе иықтың бұлшық етіне инъекция жасағанда сүйекті зақымдамас үшін инені 45 градусқа бағытпен енгізеді. Майлы ерітінділерді, суспензиялы ерітінділерді енгізерде шприц поршенін тартып, қан тамырларына түспегенін тексереді. Егер қан болған жағдайда иненің бағытын өзгертіп, поршенді тартып қайтып тексереді. Қан білінбесе, тамырға, капиллярға түспегені, онда дәріні енгізуге болады. Егер қайтадан қан білінсе, инені шприцпен шығарып, инесін ауыстырып, басқа аймаққа енгізу қажет. Инфильтрат болмас үшін инъекция жасалған жерге жылытқыш қойылады, немесе йодты торша жасалады. Майлы ерітінді енгізер алдында 37-38 градусқа дейінгі су моншасында жылытылып алынады. Енді осы бұлшық инъекция жасағаннан кейінгі болатын асқынулар қандай екен? Ол анафилактикалық шок, майлы эмболия, иненің сынуы, инфильтрат, абсцесс, жиц, сепсис, вирусты гепатит. Алдарыңызда осы асқынудан болынатын көріністер көрсетілген. Осы бұлшық инъекция жасау техникасын бағалау үшін чек-лист дайындалды. Бағалау критерийлары: иә, ол 2 балл, жоқ 0 балл. Бағалау критерийлары: қолды дұрыс жууды, қолғап киді, науқасқа өзін таныстырып келісім алды, инъекцияға қажетті құралдарды дайындады, егілетін орынды дұрыс таңдады, тері антисептикпен өнделді, ине 90 градус бұрышпен енгізілді, препарат баяу енгізілді, инъекциядан кейінгі вата қойылды, қолданылған құралдарды дұрыс жойды, науқастың жағдайын бақылап ақпарат берді.
Жалпы ұпай саны 20 ұпай мен бағаланады. Енді көктамырға инъекция жасау техникасы. Мақсаты емдік, дәрілік ерітіндіні қан ағысымен енгізу. Көрсеткіші дәрігердің тағайындауы, қарсы көрсеткіші дәріге аллергия, дәрі енгізілетін аймақтағы терінің тері майлы қабатының зақымдануы. Енгізілетін орындар шынтақ бүгілісіндегі тамыр, білек аймағы тамыры, қол басындағы, аяқ басындағы, самайдағы тамырлар. Енді осы көк тамырға инъекция жасағаннан кейінгі туындайтын асқынулары, ол тромбофлебит, ауалы эмболия, флебит, дәрілік эмболия, дәріні қате енгізу, гематома, сепсис, некроз. Қажетті заттар: стерилді 10-20 мл 1 литр қолданылатын шприц, ұзындығы 40 мм ине, стерилді мақта шариктері, қолғап, тағайындалған дәрілер, терлік антисептик, резина, жгут, пленка жастықша, антисептикалық ерітіндіге салынған пинцет, анафилактикалық шокқа қарсы жиынтық, ККЖ. Инъекция жасау техникасын бағалау үшін чек-лист қолданылады. Яғни бағалау критерийлері: 2 балл я, 0 балл жоқ. Қолды дұрыс жуды, қолғап киді, науқасқа өзін таныстырып келісімін алды, құрал жабдықты дайындады, турник салды, яғни жгут, венаны дұрыс анықтады, тері антисептикмен өңделді, инені дұрыс бұрышпен енгізді, қан келгенін тексерді, препаратты баяу енгізді, инеден кейін мақта шаригін қойып, турникті шешті, яғни жгутты шешті, қолданылған құралдарды қауіпсіз жойды. Жалпы ұпай саны 20 ұпай. Енді сіздерге арнайы тәжірибелік сабақта көрсетілетін бейнероликті көріңіздер, көрініп жаттығуларыңызға болады. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы бұлшықетке инъекция жасау техникасы. Мақсаты бұлшықет ұлпасына дәрілік ерітінділерді енгізу. Көрсеткіші дәрігердің тағайындауы бойынша. Қажетті заттар, қажетті керекті заттар: бізге стерилді мақта шариктері, пинцет стерилді, терлік антисептик, дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік ерітінділер, және лоток 1 литрlik, және 5-10 мл 1 литр қолданылатын шприцтер. Енгізетін дәрілік препараттарымыздың жарамдылығын, мөлдірлігін қараймыз, тексереміз, және стандарт бойынша шприцімізді құрастырамыз. Стандарт бойынша бірінші бүтіндігін, жарамдылығын тексеріп, біз лотокқа саламыз. Және біз өткізгіштігін, иненің тексеріп аламыз. Стандарт бойынша құрастырамыз, және стандарт бойынша дәрілік ерітіндімізді сорып аламыз. Терлік антисептикімізбен қажетті мақта шаригімізді өңдеп, дымқылдап аламыз. Терлік антисептикпен өңдеп аламыз. ККЖ-қа саламыз. Бұлшықетке инъекция жасау үшін жаңағы бөксенің сыртқы жоғарғы квадрант ягодицасына саламыз. Ол үшін мақта шаригімізді 10-10 аймақта, үлкен аймақты өңдейміз. Екінші пальпаторны тексеріп 5-5 аймақты өңдейміз. Және үшінші мақта шаригін 4-5 саусаққа орналастырып, шприцімізді, колпачогын аламыз. Және 5 саусақ канюляда, 1-3-4 саусақ цилиндрде, 2 саусақ поршынде. Осы бағытта бөксенің жоғарғы сыртқы квадрантына беттеп саламыз. Сол қолдың 1-2 саусағымен тартып тұрып,
параллельно 3-2 бөлігін енгіземіз 90 градуста. Одан кейін бірінші, екінші саусағымызды босатып, екінші, үшінші саусағымыз цилиндрде, бірінші саусақпен жайлап ерітіндімізді енгіземіз. Сол қолымыздың 4-ші, 5-ші саусағында тұрған мақта шаригін дәл енгізген жерімізге бағыттап ұстап, жылдам қимылмен шприцімізді аламыз. Уқалау қимылмен 3-5 минут уқалап тұрамыз. Одан кейін қолданған мақта шариктерімізді және қолданған шприцімізді төмен бағыттап, қалпағын кигізбей, колпачогын қықы-жықыға тастаймыз. Перчаткамызды шешеміз, қолғабымызды қықы-жықыға тастаймыз, қолымызды жуып, құрғатамыз және пациенттің қал жағдайын сұраймыз. Біздің келесі процедурамыз көк тамырға инъекция жасау техникасы. Яғни көк тамырға инъекция жасау техникасының мақсаты қан ағысы бойына дәрілік ерітінділерді енгізу, көрсеткіші дәрігердің тағайындауы бойынша. Енгізілетін орындар ол шынтақ бүгілісіндегі тамырлар, білектің сыртқы бөлігіндегі тамырлар және қол, аяқ басындағы тамырлар, самай тамырлары. Қажетті заттар: стерилді мақта шаригі, пинцет, терлік антисептик, дәрілік ерітінділер, лоток, 2 лоток стерилді, пленка жастықша, жгут, қолғап және 1 реттік қолданылатын шприцтар, 5-10 мл, анафилактикалық шок жиынтығы, қықы-жықы, маска. Енді дәрілік препараттардың нұсқаулығымен танысамыз, дәрігердің тағайындауы бойынша, және пациентке барып, процедураның мақсатын түсіндіріп, келісімін аламыз. Қолымызды гигиеналық деңгейде деконтаминация жүргізіп, антисептикпен өңдіп, қолымызға қолғабымызды киеміз, маскамызды киеміз. Бір рет қолданылатын шприцтарымызды құрастырамыз, стандарт бойынша. Иненің өткізгіштігін тексереміз. Қажетті мақта шариктерімізді стерильный лотокқа саламыз. Терлік антисептикпен мақта шариктерімізді өңдеп аламыз. Дәрілік ерітіндімізді тексереміз, мөлдірлігін, жарамдылығын тағайындау парағымен сәйкестендіріп аламыз және дәрілік ерітінділерді ерту және сорып алу біз бөлек тақырыпта өткенбіз. Сол стандарт бойынша ерітіндімізді сорып аламыз. Науқасты отырғызып, немесе егер ауыр халде төсек халінде жатқан науқас болса, онда жатқызып, қолын созып, білегінің астына пленка жастықша қоямыз және білектің жалаңаш терісіне салфеткамызды қоямыз, оның үстінен жгутпен байлаймыз. Қолымызды айқастыра, төменнен жоғары тартып, жгутымызды байлаймыз. Және қан тамыры жоғары көтерілу үшін, тамыр шығу үшін төменнен жоғары қарай ұрғылаймыз және науқасқа қолымен жұмыс істеуін өтінеміз. Қолымызды терлік антисептикпен қолғабымызды өңдеп қықы-жықы саламыз. Қолданған дәрімізді алып, пациентке барамыз. Бірінші 10-10 үлкен аймақты төменнен жоғары қарай өңдейміз. Екінші 5-5 аймақты, кіші аймақты өңдейміз.
Үшінші, пальпаторны тексеріп, салатын аймағымызды өңдейміз. Және төртінші, бесінші саусаққа мақта шаригін қойып, шприцімізді алып, екінші саусақ канюляда ұстап, шприцтің қалпағын шешеміз. Ине екінші саусақ канюляда, бірінші, үшінші, төртінші саусақ цилиндрде, бесінші саусақ поршенде тұрады. Осы бағытта сол қолымыздың бас бармағын салатын аймақтан 5-6 см төмен бағытта тартып ұстап тұрамыз. Және салатын орынға параллельно бірінші теріге, сосын венаға, тамырға бағыттап, иненің 3/1 бөлігін енгіземіз. Қан келгенін біз канюляда қанның келгенін көреміз канюлядан, және сол қолымызды босатып, поршеннен тартып көреміз. Қан келген жағдайда жгуттың ұшынан тартып шешеміз. Және тағы да венада тұрғанын білу үшін поршеннен тартып көреміз. Қан шприцке келген жағдайда ары қарай біз екінші, үшінші саусағымыз цилиндрде, бірінші саусақпен, бармағымызбен жайлап баяу ерітіндімізді енгіземіз. Енгізіп болған соң, төртінші, бесінші саусақта тұрған антисептикке малынған мақта шаригін салатын аймақтың үстіне қойып, жылдам қимылмен алып шығамыз. Сосын мақта шаригін 5-10 минуттай ұстап тұруын өтінеміз, 3-5 минуттай. Қан тоқтағанша. Одан кейін қолданған мақта шариктерді және шприцімізді төмен бағыттап, қалпачогын кигізбей қақыжыққа тастаймыз. Және мақта шариктерін қақыжыққа тастаймыз. Қолғабымызды шешіп, қақыжыққа тастаймыз. Қолымызды жуып құрғатамыз және пациенттің жағдайын сұраймыз. Енді сіздерге арналған үй тапсырмалары. Бірінші тапсырма: манекенде немесе бір-біріне бұлшықетке инъекция жасау техникасын көрсетіңіз, жабдықтарды дұрыс қолдана отырып. Екінші тапсырма: көктамырды табу және оған инъекция жасау әдісін топ ішінде рольдік ойын арқылы орындау. Үшінші тапсырма: асептика мен антисептика ережелерін қадағалай отырып, инъекцияны қажетті құралдарды дайындаңыз. Үш тапсырманы орындаймыз және жағдаятты есептер. Бірінші жағдаят: науқасқа 5 мл бұлшықетке енгізілетін препарат тағайындалды. Сіз қай бұлшықетке енгізгеніңіз дұрыс? Әрекет жоспарын жасаңыз. Екінші жағдаят есеп: сіз көктамырға дәрі енгізу кезінде науқас өзін әлсіз сезініп, басы айналды. Сіздің іс-әрекетіңіз қандай және соны жасаңыз. Үшінші жағдаят есеп: инъекциядан кейін науқас еккен жерде ауырсыну мен ісіну пайда болды. Сіздің мейіргерлік әрекетіңіз қандай? Көрсетіңіз. Және шағын топтық тапсырма. Қосымша: бірінші топқа бұлшықетке инъекция жасау техникасын сурет кесте арқылы көрсетеді. Екінші топ көктамырға инъекция жасау техникасын кезең-кезеңімен түсіндіріп береді. Сонында топтар бір-бірін бағалайды. Рефлексия, яғни кері байланыс. Бұл тәжірибелік сабақтан не түйдім? Маған қиын болды, мен білдім, мен түсіндім, мен сабақта үйрендім, маған қызықты болды. Назарларыңызға рахмет.